Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін мен саңырау құлақтармен картопты қуыратын боламын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен мен саңырау құлақтарды бір қайнатып алдым. Және де картоп, пияз, көк пиязды пайдаландым. Ең алдымен достар, саңырау құлақты қызып тұрған майда қызартып қуырып аламыз. Содан соң пиязды саламыз. Пиязды да сарғайтып қуырған соң картопты салып жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұзын және аскөкті салып, шамалы су құйып пісіреміз. Неке дайын болды, өте дәмді болып шығады. Дәл қазір саңырау құлақтың кезеңі басталды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Және де пікір қалдырып жүрекшені басуды ұмытпаңыздар.